Менің есімім Анжу. Мен атамның қызымын. Анжу, қызым, тұр. Қазір ашық сабақтан қаламыз. Давай. Мен барып чай қоя берем. Бүгін менде маңызды күн. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күніне ашық сабаққа қатысамын. Жаным бола ғой, кешіп қаламыз. Всем доброе утро, хорошего дня. Бағанадан бері асығып жүрген, ол менің анам. Блогер, оянғаннан бастап барлығын түсіреді. Анамның айтуы бойынша, ол халыққа қызық дейді. Баршаңызға қайырлы күн, сәттілік тілеймін. Бүгін Анжуңыз ашық сабаққа қатысады. Соң бүгін Инстаграмға прямой эфирға шығамын. Сәттілік айналайын. Бәрі жақсы болсын жарығым. Ане, әкең де келіп қалды. Әкем қаладағы танымал таксопаркте жұмыс жасайды. Жаңбыр жауған күндері әкем ақшаны көп табады. Болдыңдар ма? Шықсаңдар. Кеп тұрм. Түсіндір. Беттеріңе жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана, бас кетті саған айнала, ей айнала, жаным айнала. Менің отбасым осындай. Айтпақшы, әке қатты ұрылды. Қолдағанын өз оям шош кетеді. Тынышталыңдар. Рахмет, Санжар. Орнына отыра ғой. Ал енді келесі болып тақтаға бірлік Анжуды шақырамыз. Шыға ғой. Мен үлкен отбасымда атам, апам, әкем, анам және ағаларым мен апайларым бар. Қазір мен сіздерге оларды жеке-жеке таныстырамын. Ең алдымен мен сіздерге өз атамды таныстырғым келеді. Оның аты Бірлік. Атам өте ерекше адам. Жүрегім мейірімге толы. Барлық адамдарға көмектескісі келіп тұрады. Айтпақшы балалар, Анжудың атасы біздің еліміз егемендігін алған кезде 9 баланы өзінің бауырына басқан. Олардың арасында өзге ұлттың да өкілдері бар. Сондықтан Анжудың отбасы өте үлкен. Қараш, менің балаларым емес деп қалай айтасың? Олардың еш жазығы жоқ. Алаңдама, бірдеңе қылып өсіріп жеткіземіз. Бас аман болсын. Жүр, шай ішейік. Ал балапандар ортаны ашыңдар қане. Тамақ келді, қане, ортаны ашамыз, өзіміздің ыдыстарымызды аламыз. Пап, а ты почему не ешь? Мен тойып тұрмын, қызым. Өздерің жей қойыңдар. Ас болсын барлықтарыңа. Балалар, қазір барлығымыз аулаға шығып жұмыс жасайтын боламыз. Сол үшін дұрыстап тамақтанып алыңдар, жарай ма? Не істейміз сонда? Аулада ағаш отырғызамыз. Қазір қайда отырғызсақ болады екен, былай жинаймыз, жақсылап ұста, жарай ма? Міне, күрек ұста. Қанет. Папа, я воды принесла. Жарайсың, қызым. Қолғанат болып деген осы. Балалар, алыспаңдар. Балалар, ағаш отырғызу деген өте сауапты іс. Бұл ағаш кейін ғасырлар бойы адамзатқа көлеңкесін түсіріп қызмет ететін болады. Кейін сендер ержеткенде, сендердің балаларың да осы ағаштың астында көлеңкеде ойнап жүретін болады. Ей, Сережа, не езіп отырсың? Тұстандағыны. Тиіспе? Мүмкін аспаз болатын шығар, үйрене берсін. Пап, а я кем буду? Сен көп сұрақ қоясың, мүмкін журналист болатын шығарсың. Ал Алина ше. Алина өзінің достарын емдеп жүреді. Дәрігер болып қалар. Ал біздің Влад болса, милиция қызметкері болады. Ваши документы! Ассаламағалейкум, баке. Степа, кел. Ит жоқ, кіре бер. Фотограф шақырындар ма? Балалар, келіңдер, суретке түсеміз. 1, 2, 3. Атамыз кезінде көптеген балаларды бауырына басқан.
оларға қиын сәттерде көмек көрсеткен. Ал қазір олардың барлығы біздің отбасымыздың бір мүшесіне айналды. Олардың бірі менің ағам Бұлар. Менің атамның айтуынша, ол әлемдегі ең адал дай қызметкері. Бірақ Бұлар әкеме ұнамайды. Неге екенін білмеймін. Ағаңды оформлайды екен. Ел көрмесін, жақсы бол. Жұмыс болсын. Ал менің апайым Алина, ол жедел жәрдем қызметкері болып жұмыс жасайды. Алина апайым бізге үйде болуымызды, жақындарымызға жанашыр болуымызды өтініп сұрайды. Егер біз үйде болсақ, ол үйге ертерек келемін дейді. Дұрыс айтады. Бәріміз сақтанып, иммунитетімізді көтеріп, тәттіні көп жей бермей, дұрыс тамақтануымыз керек. Інжу, енді жалғастыра бер. Ал бұл менің ағам Сергей. Біз оны барлығымыз Серғазаға дейміз. Біз барлығымыз жиналғанда осы Серғаза ағамыз тамақ жасайды. Атамның айтуынша, Сергей бала кезінде өте бұзық болған екен. Бұлар не? Сендер бауыр емессіңдер ме? Біз бауыр емес, оның алты басқа. Он первый начал. Олай демеңдер. Сендер бір-біріңе бауырсыңдар. Бұл әлемде түрге, түске, ұлтқа бөлінуге болмайды. Адам тек екіге бөлінеді, жақсы жаман болып. Ал оның қайсысын таңдайын десеңдер, өздерің білесіңдер. Қане, бір-бірінен кешірім сұрап достасыңдар. Жарайсыңдар. Не бауыр деген осындай болады. Тағы бір апайым, ол Оксана. Біз оны өмірден қарағанда телевизордан көп көреміз. Бүгін елімізде Қазақстан халықтарының бірлігі күні аталып өтуде. Осы мерекені өзге ұлт өкілдері қалай тойлап жатыр? Бірге көрейік. Бүгінгі іс-шараның жалпы осы мерекенің маңыздылығы қандай? Сол туралы айта кетсеңіз. Не істеп отырсың? Оксананы көрейік те? Оксанаңды бірінші рет көріп жүрмісің? Менің сериалым басталып кетті. Сериалыңды ютубтан ақ көресің. Оксананы көрмегелі жарты жылдан асты. Тым болмаса телевизордан көрейік те? Бірлік қызы Оксана, Салауат Нұртасов, жаңалықтар. Тағы бір апайым Вера. Музейде гид болып жұмыс жасайды. Бұл этноауылда осы өнердегі халықтың салт дәстүрі мен әдет ғұрпынан, кәсібі мен тарихынан жан-жақты мағлұмат беретін бірегей кешен. 2010 жылы 7 қыркүйекте Нұрсұлтан Абишұлы Назарбаевтың қатысымен этнографиялық кешен ашылған болатын. Және менің басқа да апайларым мен ағаларым бар. Олар қазір әртүрлі салаларда жұмыс жасайды. Жарайсың, Інжу, өте керемет шығарма. Бірақ соңғы кездері ағаларым мен апайларым жұмыстарынан босамай үйге келмей кетті. Әкем де жұмыста. Сондықтан да ата-апамызбен біз сирек кездесеміз. Кейде маған атам барлығын сағынып жүрген сияқты көрінеді. Ақылыңнан айналайын, балапаным. Міне, бұл менің
өскен отбасым. Осындай жанұяда дүниеге келгеніме қуаныштымын. И жанымса, умница, доча. Анашым, шығармам қалай болды? Өте керемет қызым. Бүгін прямой эфирда бәрі сені мақтады ғой. Ане, әкең де келді. Жүгірем. Вау, привет, доча, қалайсың? Мен сені инстаграмдан көрдім ғой. Вот ты молодец. Мен сендерге сюрприз дайындап қойдым. Білесің ба, қайда барасың? Қайда? Апа мен атаға барамыз, ауылға барамыз. Кеттікші. Кеттік жүрмешін отыр. Олар тосып отыр бағанан бері. Қашан келеді, мен інжуім қашан келеді деп отыр. Ура! Атам мен апама барамыз. Отбасы ол кішкентай отан. Ал отан отбасынан басталады. Сол себепті әр адам өз отбасын сыйлап, құрметтей білуі керек. Келдер. Ардагері бір естелікке фотоға түсейік. Ал дайындаламыз. 1, 2, 3. Қиялдар қиылы жетеле, қаланың мынау тамаша сайран сауығы, жолдарын жуған нөсерлі жылы жауыны, бәрі де ғажап